Сәлем достар, қайырлы күн. Бүгін біз сіздермен тауық етінен жасалатын кешкі ас жасайтын боламыз. Ол үшін жуылған көкөністерімізді турауды бастаймыз. Көкөністерімізді турап болған соң тауық етін турауға кірісеміз. Тауық еттерін турап болған соң арнайы пакетімізді ашуды бастаймыз. Пакетімізге бірінші кішкене майымызды салып, үстіне көкөністерімізді орналастырып, оның үстіне тауық еттерін саламыз. Барлығын жақсылап салып болған соң үстіне дәмдеуіштерімізді саламыз. Арнайы пакетке салынған көкөністеріміз бен тауықтарымыздың үстін тесіп, 1 сағатқа 180 градусқа жібереміз. Тауық етінен жасалған кешкі асымыз дайын. Өте жұмсақ болып пісті. Сіздер де жасап көріңіздер. Ас болсын.